Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мағжан Жұмабаев айтқандай, мен жастарға сенемін. Өйткені тіл майданы қозғалысы тек заң аясында жұмыс істейді. Бұл қазақ тілі тек қана маған керек емес, және біздің 18 жігіттерге керек емес. Ол осы Қазақстанда тұратын 16 миллион қазаққа керек. Тілімізден айырылсақ, жерімізден айырыламыз, болашағымыздан айырыламыз. Тіл үшін күрес не үшін керек? Ертең балаларын Құдай бетін аулақ қылсын. Осы тілге күресіп, соғыстың алдын аламыз. Ертең Құдай бетін аулақ қылсын. Соғыс болса, балаларымыз айтады, әке, кезінде соғыспай-ақ осы ана тілімізді қорғап, заң енгізіп конституцияға. Соғыссыз-ақ осыны сақтап қалуға болатын еді ғой. Қазақстанды, егемендікті қазақтар хабарласыңдар. Жай барақат отыра бермеңдер. Болмайды. Мынау тіліміз, конституцияда мемлекеттік тіл, ол қазақ тілі. Мынандай түрмен отыра берсек, лайк басып, дұрыс алға тоқтамаңдар деп. Онда келесі жыл Тоқаев айтып жатыр, мемлекеттік тіл екінші орыс тілі болады. Орыс тілі мемлекеттік тілі болса, егемендігімізден айырыламыз. Қазірда біз егеменді ел емеспіз. Егемендікке күрес әлі жүріп жатыр. Біз қағаз жүзінде ғана егеменді елміз. Бәрін Атыраудағы бүкіл мұнай, Қазмұнайгаз компаниясының акциясын Ресейге сатып жерді 100%. Атыраудағы мұнай толық Ресейдікі. Сондықтан хабарласыңыздар. Қолдарыңыздан келмей ме? Қолдау көрсетіңіздер. Тіпті қандай қолдау көрсетіңіздер? Видео жібересіздер ма? Лайк басасыздар ма? Қандай да бір ақпарат, немесе қаржылай көмектессеңіздер, қаржылайда міне маған WhatsApp-ма жазып жерді, бауырым, міне 5000 теңге. Менің қолымнан келмейді, міне менің атымнан. Өйткені біз сот процестеріне қатысып жүрміз. Қазақстан түкпір-түкпірінде қазақ тілін мойындамаған мекемелерді сотқа беріп жатырмыз. Көмектеріңіз болсын, ел болып ана тілімізді сақтап қалайық.